Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, құрметті бизнес-серіктестер. Бүгінгі 3-ші сабағымыздың 2-ші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгін біз таплинг сайт жасап үйренетін боламыз. Таплинг сайт жасап үйрену үшін ең алдымен Google-ға жазып, таплинг деп жазып іздейтін боламыз. Ең бірінші шыққан ссылкаға кіретін боламыз. Және де начать бесплатно деген тұрады. Соны басамыз. Электронный почта арқылы біз тіркелетін боламыз. Яғни сіздің өзіңіздің существующий Gmail парақшаңызды енгізетін боласыз. Мен өзімнің бар парақшамды енгізетін боламын. Жазылды, енді продолжить дегенді басамыз. Мына жерде біз пароль ойлап табамыз. Пароль бас әріппен, кіші әріппен және сандармен және де символдармен араласу керек. Символ дегеніміз клавиатураға қарасаңыздар дәл осындай белгілер. Және де біз қазір өзіміздің паролімізді жазамыз. Жаздық, енді продолжить басамыз. Және де мына жақта сіздерге аккаунт шығатын болады. Келесі видеода мен сіздерге толыққанды таныстырып өтетін боламын. Және де біз қазір мультисылка дегенді басамыз. Үшінен керегімізді таңдап аласыз. Бұл жерде енді мобильный сайттар бар, мой шаблоны деген бар. Ол жерде сіздің жасап қойған шаблондарыңыз бар. Енді мультисылка деген басамыз. Ең оңай түрі сіздерге көрсетіп берейін. Одан кейін бар уже қиындарына келе береміз. Енді маған таңдадым. Обо мне, мой блог деген сияқты интернет-магазин, напишите мне. Выбрать басамыз. Және де суретті қоямыз. Суретке мен өзімнің анық түскен және де артында воздух бар таңдайтын боламыз. Загрузитті басамыз. Басқаннан кейін өзімнің түскен бір фотомды қоятын боламын. Готовыны басамыз. Және де редактировать етіп загрузитті басамыз. Және де мына жерде үлкендігін көрсетеді. Яғни қандай таңдағыңыз келеді, соны таңдайсыз. Бірақ бұл жерде тарифтеріне мән бергендеріңіз дұрыс. Мен ортасына қойған таңдадым. Ең шетіндегісін таңдау үшін сіздер про тарифте өтуіңіз керексіздер. Енді қараңыздар, сохранитті басамыз. Мына жерде цветін таңдаймыз. Цветі бізде где-то ақшыл түрін таңдаймыз. Применитті басамыз. Және де сохранитті басамыз. Сіздерге кейіннен толықтай таныстырып өтетін боламын. Ваше имя. Бұл жерге өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазасыздар. Болмаса, сайттарыңызды жазсаңыздар болады. Немесе жұмыстарыңызды жазсаңыздар болады. Санева компаниясы деп жазсаңыздар болады. Болмаса, мен өз аты жөнімді пример ретінде көрсетіп жатырмын. Сохранить басамыз. Және де астына біз өзіміздің компанияда жұмыс істейтінімізді айтамыз. Отандық, мысалы, міне қараңыздар, отандық алғашқы жүйелік маркетинг бойынша жұмыс жасайтын 26 түрлі өнімі бар. Санева компаниясының бизнес-серіктесі деп қойдым. Сіздер өз ойларыңызбен жазсаңыздар болады. Сохранить етеміз. Және де құрметті оқырмандар, қараңыздар, құрметті серіктестер, сіздер үстін басасыздар, сөзін өзгертесіздер, және де сохранить басаңыздар. Болды. Барлығында біріне. Енді обо мне дегенді басамыз. Сіздер мен кіммін деп жазсаңыздар болады. Болмаса, Санева компаниясы деген не деген сияқты өздеріңіздің ойларыңызбен толтырсаңыздар болады. Моя работа және де увеличение. Яғни сөздерін өзгертіп жазамыз. Өзгерту үшін үстін басып, жаңағыдай өшіріп отырамыз. Енді қараңыздар, под заголовокқа, яғни Санева компаниясы деген жердің астында жазылып тұратын болады. Мысалға, оның дағы дертке дауа болған деп жаздым. Және де астына веб-сайт деп тұрады, DC деп тұрады. Яғни сол веб-сайттар, сол үстін басу арқылы сіздің WhatsApp-ыңызға өтетін болады. Бұл веб-сайтта сіздер кез келген нәрсені таңдай аласыздар. Позвонить, отправить SMS деген сияқты, болмаса электронный почта қойсаңыздар болады. Өздеріңіздің еріктеріңізде. Ал мен қазір уақытта өзімнің WhatsApp вебімді қоямын. Яғни va.me дропты қоямыз, және де өзіміздің номерімізді жазамыз. 776 716 8056. Әркім өз номерін қою керек. Және де сохранить дегенді басамыз. Енді қараңыздар, бізде мына жерде жазу пайда болды. Санева компаниясы деп үстінде жазылып тұрады, және де оның дағы дертке дауа болған деп под заголовок жаздық. Енді мой блог. Қараңыздар, оны да жазамыз. Мой блог дегенге менің жетістік жолым деп жазсаңыздар болады. Менің жетістік жолым. Жолым деп өмірдегі менің оқиғаларым деген сияқты Instagram парақшаларыңызда қойып кетсеңіздер болады. Міне астына жаздым, барлық оқиғам Instagramда деп жаздым. Және де тоже веб-сайтқа өтеміз. Және де біз веб-сайттың ссылкасын аламыз, яғни Instagramымыздың ссылкасын аламыз. Ол үшін біз Instagramға өтеміз, профилімізді ашамыз, поделиться профиль деген тұрады. Соны басу арқылы копировать ссылканы басамыз. Және де дайын. Енді сіздер астындағы веб-сайтқа сол копировать еткен затыңызды қоясыздар. Енді сохранитті басамыз. Және де барлық оқиға Instagramда деп жазып қойды. Енді интернет-магазин. 26 түрлі тауар, 26 тауар тапсырыс беру үшін өзіңіздің WhatsApp-ыңызды қойсаңыз болады, немесе жүргізіп жатқан Instagram-ыңызды қойсаңыз болады, яғни жеке-жеке. Мен бұл жерге өзімнің жаңадан ашқан аккаунтымды қоятын боламын. Жаңадан ашқан аккаунт болғанда сіздер өздеріңіздің WhatsApp-тарыңызды қойсаңыздар болады, құрметті. Егер де келесі бір WhatsApp жаңадай жүргізіп жатқан, тауар салып жатқан, отзыв салып жатқан Telegram-дарыңыз бар болса, оларды жазсаңыздар болады. Және де ссылканы қоятын боламыз. Сохранитті басамыз. Және де напишите мне деп тұр, иә, сол жерге біз WhatsApp-та қоятын боламыз. Тоже отправить, бұл жерде веб-сайтты таңдайтын боламыз. Сіздерге қайсысын қайда, электронный почта арқылы ма, әлде хабарласу арқылы ма, соны шешіп аласыздар. Мысалға, маған хабарласу ыңғайлы, иә. Сол үшін біз номерімізді қоятын боламыз, өздері дайындап беретін болады. Және де сохранить деген басамыз. Напишите мне деп қойғанымызда маған жазыңыз деп қойған. Маған жазыңыз дейсіз. Енді сохранитті басамыз. Енді қараңыздар, құрметті оқырмандар.
Құрметті серіктестер, мына жерде мен сіздерге примерно көрсеттім, и сіздер өз ойларыңызбен таза қылып жазасыздар. Енді егер де тағы да бір TikTok'та тағы да басқаны қоям десеңіздер, добавить блог дегенді басасыздар, және де ссылка дегенді басасыздар. Және де бұл жерге TikTok деп қоясыздар. TikTok'тың веб-сайтын копировать етуге болады. Бірінші TikTok'қа кіресіздер. TikTok'қа кірген екен профильде тұрады. Профильдегі қалам суретін басып, мына жақта копировать ссылку деген сияқты өзінің астында ссылка тұрады дайын, соны басасыздар. Және де қайтадан өзіміздің жасап жатқан сайтымызға кіріп, ссылканы қоятын боламыз. И сохранить басамыз. Дайын. Енді оны жылжыту үшін үстіне қарай қараны шетін басып тұрып, дәл осылай арасына араластырып қоя бересіздер. Және де Инстаграмда солай қойсаңыз да болады. енді үшінші жоғары жақта опубликовать дегенде тұрады. Және де мына жерде қараңыздар. Ағылшынша барлығы біркелкі қалыпта сіздер өз аттарыңызды немесе қандай Инстаграмда аштыңызда сондай жасаңыздар болады. Арасы ашылмайды бұның. И подключить дегенді басамыз. Егер де занят болса, еңлік Санеева деп басқаша атпен қойсаңыздар да болады. Енді дайын копировать ссылка дегенді басамыз, және де дәл осыны біз өзіміздің ссылка қоятын жерімізге басатын боламыз. Таплинк сайт, внешний сайт. Бұрынғы қойған WhatsApp номерімізді удалить етеміз. Және де добавьте внешний ссылка деп автоматически шығады, соған біз дайын ссылкамызды басатын боламыз. Және де төбетегі птичканы ұрамыз. Енді қазір тексеретін боламыз. Міндетті түрде қайта тексеріп барып қойыңыздар. Оны қалай тексереміз? Ссылканы қойған екен өзіміздің профилімізге өтеміз, және де ссылканың үстін басатын боламыз. Автоматты түрде шығатын болады, және де біздің ссылкамыз дайын тұр, әдемі болып көрініп тұр. Енді Санеева компаниясы деген үстінен басамыз. Дәл осылай қате шығатын болса, сіздер жөндеп жіберуіңіз керек. Екіншісін басып көреміз. Бұл автоматты түрде Инстаграмға өтті. Қараңыздар, бізді шығарып берді. Енді дұрыс қойылған ссылка міндетті түрде жаңадай шығатын болады. 26 түрлі тауар дегенге де ссылка қойған болатынбыз. Және де мына өзіміздің страницамызды шығарып берді, дұрыс па? Енді қараңыздар, TikTok дегенге өтеміз. Дұрыс қойылған жаңадай ссылка ешқашан қате шықпайды. Енді қараңыздар, маған жазыңыз деп тұр, продолжить басамыз, үстінен басып, және де позвонить дегенге автоматически бізге номерді шығарып берді. Көрдіңіздер ғой. Енді қатесін қалай жөндейміз? Бізде жаңадай WhatsApp-ымыз қате шықты, ол үшін біз жаңа таплинкке қайтадан өтеміз. Автоматты түрде шығарып береді, және де сол қате шыққанның үстін басамыз. HW нүктені алып тастайтын боламыз. Егер де HW нүкте арқылы шықпаса, өзінің сайт арқылы шығуы мүмкін. Сондықтан да қайтадан шығарып көреміз, сохранить етеміз, және жоғары жағында опубликоватьты басамыз. И қайтадан скопировать ссылку дегенді басатын боламыз. Және де төбесінде шығып тұрған ссылканы қайтадан өзгертеміз. Біріншісін өшіреміз, екіншісін қоямыз. Міне, удалить ссылку дегенді басамыз. Енді ссылканы қалай қояды білесіздер, және де добавьте внешнюю ссылку дегенге қайтадан өзіміздің копировать еткен ссылкамызды қоятын боламыз, және де птичка арқылы. Енді қайтадан тексереміз. Дұрыс шыққанша сіздер қайта жаңадай түзете берулеріңіз керек. Міне автоматически шықты. Яғни біз HW-ді жазбаймыз, va.me деп дроп жазамыз, одан кейін барып жаңадай WhatsApp бизнеске өтетін боламыз. Міне біздің автоматически сайтымызда. Енді ешқанені өзгертпейміз, ешқанені жазбаймыз, және де дәл осылай тұра беретін болады. Алдын ала сіздер барлығын дайындап алуларыңыз керек. Бізде енді бұл таплинк сайттың неше түрлері бар. Оны алдағы уақытта мен сіздерге шығарып изменить етіп көрсететін боламын. Видеоға лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар, және де сіздерге уведомление бару үшін колокольчикті міндетті түрде басып арнаға тіркеліп отырыңыздар.